Балалар, біз бүгін бөліндіде нөлі бар көп таңбалы санды 3 таңбалы санға бөлу алгоритмін оқимыз. 115.710-ды 285-ке қалай бөлеміз? Бізде балалар толымсыз бөлінгішті анықтап аламыз. Бірінші, егер мен 115 санын алатын болсам, бізде 285-тен кіші. Сондықтан балалар толымсыз бөлінгіш 1157 саны. 1157-нің ішінде 285 неше реттен екенін анықтау үшін 11-ді 2-ге бөлеміз. 11-ді 2-ге бөлетін болсақ, балалар 5-тен. Олай болса 285-ті 5-ке көбейтіп көреміз. Бізге жуық сан шыға ма екен? 5 пен 5-тің көбейтіндісі 25, 2 ойда. 8 пен 5-тің көбейтіндісі 40, ойдағы 2 мен 42, 4 ойда. 2 5-ім 10, ойдағы 4 пен 14. 1425. Балалар, бізде асып кетті. Олай болатын болса, 6-дан беріп көреміз. Қане, 6-дан беріп көрейік. Өйткені 5, жаңа мен 5-тен бөліп 4-тен беріп көреміз. Кешіріңдер, 4-тен беріп көреміз. 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20, 2 ойда. 4 пен 8-тің көбейтіндісі 32, ойдағы 2 мен 34 болады. 3 ойда. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8, ойдағы 3 пен 11 болады. 1140 балалар. Бізге жәнегі 4-тен берген дұрыс болады екен. 1157 саны жоқ сан шығады. 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20, 2 ойда. 4 пен 8-дің көбейтіндісі 32, 32-ге ойдағы 2-ні қоссақ 34, 3 ойда. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8, ойдағы 3 пен балалар 11 болады. Азайтамыз. 7-ден 0-ді азайтсақ 7, 5-тен 4-ті азайтсақ 1. Мына жерде 0 шығады, оны жазбаймын. Балалар, 17-ні 285-ке бөле алмаймыз. Олай болатын болса, мен 1-ді түсіремін. 171. 171-дің ішінде 285 балалар 0 реттен. Олай болатын болса, мен мына жерге 0-ді жазамын да, қайтадан 0-ді түсіремін. Немесе балалар, мен 2 санды 1-ден түсірген кезде, міндетті түрде бөліндінің мәніне 0-ді жазуым керек. 1710. 1710-ның ішінде 285 неше реттен екенін анықтау үшін балалар, жәнегі 17-ның ішінде 2 неше реттен екенін анықтаймыз. 17-ның ішінде 2 бізде 2-8-іміз 16 асып кетуі мүмкін. Балалар, 8-ден берсек, 2 мен 8-дің көбейтіндісі 16. Бірақ асып кетуі мүмкін. 7-ден беріп көрейік. 285-ті 7-ге көбейтіп көрейік. 5 пен 7-ның көбейтіндісі 35, 3 ойда. 7 мен 8-дің көбейтіндісі 56, ойдағы 3 пен 59, 5 ойда. 2 мен 7-ның көбейтіндісі 14, 14-ке 5-ті қосам 19. 1995 бұл асып кетті балалар. Олай болатын болса, 6-дан беріп көрейік. 285 пен 6-ның көбейтіндісі 6 мен 5-тің көбейтіндісі 30, 3 ойда. 6, 8, 48, 48-ге 3-ті қоссақ 51, 5 ойда. 6, 2, 12, ойдағы 5 пен 17 болады. Олай болса, балалар, 1710 саны бізге жоқ шықты. 6-дан береді екенбіз. 6 мен 5-тің көбейтіндісі 30, 3 ойда. 6 мен 8-дің көбейтіндісі 48, ойдағы 3 пен 51, 5 ойда. 6 мен 2-ның көбейтіндісі 12, ойдағы 5 пен балалар 17. 1710-нан 1710-ды азайтсақ 0-ге тең. Бөліндінің мәні 406-ға тең болады екен. 204.480 мен 568-дің бөліндісі. Бірінші, толымсыз бөлінгішті тауып аламыз. Бізде 204-ті алатын болсақ, 568-ге бөлінбейді. Сондықтан 204-ті деген кешіріңдер балар, 2044 568-ге бөлеміз. Ол үшін 20-ның ішінде 5 неше реттен екенін анықтаймыз. 20-ның ішінде 5 балалар бізде 4 реттен. 568-ді 4-ке көбейтіп көреміз. Бізге жуық сан шыға ма екен? 4 пен 8-дің көбейтіндісі 32, 3 ойда. 6, 4, 24,
ойдағы 3 пен 27 2 ойда, 5 4-ім 20, ойдағы 2 мен 22. 2272 балалар асып кетеді. Олай болса мен 4-тен бермеймін, 3-тен беріп көремін. 568 көбейту 3. 3 8-ім 24, 2 ойда, 6 18, 2-ні қосам 20, 2 ойда, 5 15, ойдағы 2 мен 17, 1704 балалар. Біз 3-тен береді екенбіз. 3 пен 8-дің көбейтіндісі 24, 2 ойда. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18, ойдағы 2-ні қосамыз 20, 2 ойда. 3 пен 5 15, ойдағы 2-ні қосамыз 17 болады. Азайтамын. 4-тен 4-ті азайтсам 0. Мына жерде 4-тен 0-ді азайтсам 4. 0-ден 7 азайтылмайды. 1-ін береді. 10, 10-нан 7-ні азайтсақ 3 болады. Мұнда 1 қалған, 1-ден 1-ді азайтсақ 0. 340-ті 568-ге бөле алмаймын. Олай болатын болса, балалар, біз 8-ді түсіреміз. 3408-ді 568-ге бөлеміз. 34-тің ішінде 5 балалар, 6 реттен 6 мен 5-тің көбейтіндісі 30. Олай болса, 568-ді 6-ға көбейтіп көреміз. 6 8 48, 4 ойда, 6 6 36, ойдағы 4 пен 40, 4 ойда. 6 5-ім 30, ойдағы 4 пен 34. 3408 балалар, бізге міне нағыз керек санның өзі шықты. Олай болатын болса, 6-дан береміз. 6 8-ім 48, 8-дің астына түсіремін 4 ойда. 6 6 36, ойдағы 4 пен 40, 4 ойда. 6 5-ім 30, ойдағы 4 пен 34. Азайтамыз, 0-ге тең болады. Енді балалар, бізде 0 қалды. Бұл 0-ді мен бұл жерге түсірмеймін. Оны бірден мәніне жазамын. Міне балалар, бізде мәні 360-қа тең болды.